Балалар ересектің іс-әрекетін айна қатесіз қайталайды. Видеодағы эксперимент мұның айқын дәлелі. Кішкене балаларды екі топқа бөліп, алдымен бірінші топты бөлмеге кіргізеді. Бірінші топ ересектің ойыншықты құшақтап, мейір-махаббат беріп, достық қатынас құрғанын көреді. Содан соң әр баланы ойыншық тұрған бөлмеге жеке кіргізіп, оңаша қалдырады. Бірінші топтағы барлық бала ересектің әрекетін қайталап, ойыншыққа достық қатынас көрсетіп, құшақтап сүйеді. Ал екінші топтағы балалар мүлдем керісінше көріністі көреді. Ересек ойыншықты ұрып теуіп, айрықша қатыгездік танытады. Сәйкесінше екінші топтағы барлық балалар ойыншықпен бөлмеде жалғыз қалғанда ересектен көргенін қайталап, ойыншықты аяусыз ұрады. Бала ата-ананың айнасы. Балаңыз жақсы, мейірімді болсын десеңіз, ең алдымен өзіңіз іспен үлгі көрсетіңіз. Балаңыздан не нәрсені талап етесіз, тап соны алдымен өзіңіз орындауыңыз керек.